Таңғы уақыттың берекесі мол. Уа Алла тағала, үмбетімнің ерте тұрғанына берекетіңді бере көр. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Таң атпай оянған қандай ғажап, өйткені мұндай дағды адамды дәулетке және даналыққа жетелейді. Аристотель. Таңғы уақытта ояу болу өте маңызды, өйткені бұл сәтте басқа уақытта кездесе бермейтін мол мереке бар. Әбігерлікке толы қарбалас тіршілік басталмай тұрып, мұндай берекелі уақытта жеке тұлғалық дамуға арналған тиімді. Өйткені бұл уақытта сені ешкім мазаламайды. Күндізгіде телефон қоңыраулары, түрлі мессенджерлерден келетін толассыз хат, миың сергек болады. Таңғы уақытта жаттығу жасап, таза ауа жұтып, далада серуендеп келгеннен кейін кітап оқып өткізу, тыныштықта терең ойға шомылу, күндізгі ісіңді жоспарлау өте пайдалы. Ел шырт ұйқыда жатқанда баршама жұмысты тындырып тастайсыз. Далада серуендеу, спортпен айналысу арқылы бойыңа жағымды қуат жинағандықтан тұла бойың күні бойы сергек жүреді. Атқаратын ісіңе күш-жігер жинап аласың. Позитивті тудырады. Нәтижесінде таңғы уақытты осылай жақсы істермен өткізген адамның көңілі көтеріңкі, әрі жетістікке жеткен адамның рухы шат болады. Мұндай адамның өмірі берекеге толады. Қазақтың ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық дегені неткен керемет қағида. Хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам таңғы намазын оқығаннан кейін орнынан тұрмай зікір етіп, күн әжептәуірге көтерілгенге дейін отыратын еді делінген. Таңғы уақытта ояу болып, оны барынша тиімді қолдана алған адам өмірін айтарлықтай жақсы жаққа өзгертіп, діттеген мақсаттарына жете алады. Жетістікке жеткен ұлы тұлғалардың көпшілігі таңғы уақытын өте тиімді пайдаланғаны мәлім. Сондықтан сіз де таңғы уақыттың берекесін сезіну арқылы бүкіл өміріңізді өзгерте аласыз. Ойланып көріңізші. Әлем ұйықтап жатқанда сіз жан дүниеңізді руханиятпен нәрлендіріп, санаңызды пайдалы біліммен сусындатып, денеңізді ширатып үлгересіз. Бойыңызға ғажайып қуат жинап, шабытыңыз шалқыған күйде күніңізді ең керемет деңгейде сапалы да өнімді өткізуге дайын боласыз. Әлемде миллиардтаған адам өмір сүреді. Солардың кейбіреуі ғана үстіне жамылған көрпесін жұлқып тастап, жылы төсегінен атып тұрып, таңғы уақыттың берекетін пайдаланады. Мынаған назар аударыңыз, жетістік әркімнің қолынан келе бермейтін осындай қиын істерде. Ендеше сен де қалың ұйқыда жатқан сан мың адамның арасынан бөлініп, өз ерік жігеріңмен тағдырын жақсы жаққа бұрғауды білген таңдаулы жандардың қатарынан қосыл. Ертеңнен бастап жылы төсекте былжырап жатуды тоқтат, ерте тұруға беліңді бу. Түнде тынығып, таңертең аман-есен оянғанда тағы бір арайлы күнді тарту еткен жаратушыға алғыс білдіріп шүкір етейік. Аллаға бүгінгі күнді ізгі істермен берекелі етіп өткізуге тырысатынымызды айтып уәде берейік. Егер бүгінгі күніңіз жер бетіндегі соңғы күніңіз болғанда қалай әрекет етер едіңіз? Сол күнді қалай өнімді өткізер едіңіз? Өзіңіздің ең жақсы қабілетіңізді, мүмкіншіліктеріңізді қалай қолданар едіңіз? Мына өмірде қандай жақсы іс қалдырар едіңіз? Міне, осындай терең ойлар сізге мықты ғажайып жігер беретін мотивация болмақ. Таңғы уақытта өзіңізді жетілдіруге, біліміңізді арттыруға, денсаулығыңызды реттеуге, санаңызды жаңғыртып, ішкі әлеміңізге үңілуге ниеттеніңіз. Таң атпай тұрып күніңізді өзіңіз риза болатындай ең кемел түрде қалай өткізгеніңізді елестетіңіз. Ерте оянып уақытыңызды жалғыздықпен ешкім мазаламайтын тыныштықта өткізген кезіңізде миыңыз сізді жетістікке жетелейтін дофамин гормонын бөле бастайды. Онымен бірге бақыт гормоны деп аталатын серотонин де пайда болады. Қауіп-қатерге дабыл қағатын стресс гормоны кортизол деңгейі барынша түседі. Бір сөзбен айтқанда өзіңізді бақыт құшағында сезінесіз, көңіліңіз көтеріліп, бойыңызда ғажайып қуат, өзіңізге деген ерекше сезіміңіз пайда болады. Адамға ең жақсы идеялар мен күрделі мәселелердің шешімі көңіл көтеріңкі рухы мен санасы тыныштықта бөлінген сәттерде келеді. Кімде-кім таңғы 2 сағатын, ең болмаса 1 сағатын тиімді пайдаланып, өзіңіз жан-жақта жетілуіне, руханиятына арнай алса, ондай адам тек жетістіктің тұғырынан табылады. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам: "Уа Алла тағала, үмбетімнің ішіндегі ерте тұрған жанға берекетіңді бере көр" деген дұғасына сай жаратушының берекесіне кенеледі. Ей мұсылман, көз ілме таңсәрінің кезінде, таста ұйқыны езілме таңсәрінің кезінде, сәресіде жалғыз қолпырмақ құйғылжыр құмыр соңқылдап, бір Алла деп безілде тәңірінің кезінде. Таңсәріде тұрғанның ырысы артып тасады, тәңірі хабар шашады таңсәрінің кезінде. Таңсәрінің кезінде көк қақпасын ашады, дидарға қадам басады таңсәрінің кезінде. Таңсәріде тұрғайсың, Құдайға құлдық ұрғайсың, күнәдан кетсең жұрдайсың таңсәрінің кезінде.
тәңсәрінің ләззатын, ғашық құлдар сезінген көрер хақтың сипатын тәңсәрінің кезінде, тамылжып дүние таң атпай, жинадау бәрі жаннаттай, тәңірге қылған қанағатты тәңсәрінің кезінде. Қожа Ахмет Яссауи, 68-ші хикмет. Таңғы уақытта тыйымды өткізудің үлгісі. Таңғы сағат 6:00-де ұйқыдан ояну, сағат 5:00-де оянған тіптен жақсы. Су ішу, таңғы намазды оқып, дұға тілек жасау, зікір айту, Құран оқу, Алланың 99 есімін мағынасын түсіне отырып, әр есімнің ғалами сипатын елестете отырып дұға жасау, шамамен 30 минут. Таңғы жаттығу жүгіру, немесе таза ауада серуендеу. Бұларды атқарған кезде құлақ қабығыңызды киіп, пайдалы ақпараттарды немесе аудиокітап тыңдаңыз, 30 минут. Дұшқа түсу, кітап оқу, күндік жоспарыңызды пысықтау, 50 минут. Таңғы ас. Өмір бір-ақ рет беріледі. Берекеге толы таңғы уақытты ұйқымен өткізгендей өмір соншалықты ұзақ емес. Ерте тұру үшін. Ерте тұруға шабыттандыратын өзіңізге өмірлік мақсат қоя білу. Кешкі асты ертерек ішу һәм қорытылуы жеңіл тамақ тұтыну. Ерте ұйықтауға дағдылану. Осы қарапайым шарттар орындалса, ерте тұру сізге ешқандай қиындық туғызбайды. Ол үшін кешкі уақытта достарыңызбен кездеспегеніңіз дұрыс. Шаруаларға жоқ деп айта алуды үйренудің маңызды. Мүмкіндігінше төсекте жатып әлеуметтік желіге кірмеген пайдалы. Осы орайда сіздерге Хелл Элродтың «Магия утра», Робин Шармның «Клуб 5 часов утра» кітаптарын оқуға ұсынамын. Алланың 99 көркем есімі. Таңғы уақытта Алланың көркем есімдерінің әр қайсының мағынасын түсініп, жаратылыстағы көрінісін елестете отырып оқыған жақсы. Ғажайып күйге бөленіп, керемет рухани әсер аласыз. Әр есімді оқу, оның көрінісі мен осы әлемдегі болған қалайтын дұғаға жатады. Алла тағаланың ең көркем танылған 99 көркем есімі бар. Құранда бұл жайында. Ол Алла, одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ең көркем есімдер оған тән делінсе басқа бір аятта. Ол Алла, жаратушы, жоқтан бар етуші және бейнелеуші. Ең көркем есімдер оған тән. Көктер мен жердегі әр нәрсе оны дәріптейді. Ол өте үстем, аса дана делінеді. Алла тағаланың көркем есімдеріне қатысты аят пен хадистерден түйгеніміз, дұға жасау барысында Алланың көркем есімдері арқылы барынша шынайы терең ықыласпен жалбарыну болмақ. Пайғамбарымыз бір хадисінде Алла тағаланың 99 есімі бар. Кім оларды мағынасын түсініп айтса, жәннатқа кіреді деген. Бірінші, Алла. Алла сөзі Құранның 2697 жерінде кездеседі. Алла тағала жаратушы, ал одан басқасы жаратылған. Ол шексіз, өзгелер шектеулі. Басқалар мұқтаж, ол мұқтаж емес. Одан басқа тәңірі жоқ, ол ғана жалғыз. Оған тең келер еш нәрсе жоқ. Ол шексіз сипаттар иесі. Алла есімі хақ тағаланың баламасы жоқ, айрықша атауы және жаратқанға тиесілі бүкіл есімдер мен сипаттарды қамтиды. Екінші, Әр-Рахман, шексіз мейірімді, Әр-Рахим, рақымы ерекше. Әл-Мәлик, бүкіл әлемдердің иесі, әміршісі, ешкімнің ешкімге қарайласа алмайтын, күні тек оның ғана әмірі жүреді. 5. Әл-Құддус, барша кемшіліктен пәк, қасиетті, барлық айып нұсқаулықтардан ада. Бұл есім Құранда 2 жерде кездеседі. 6. Әс-Сәләм, жаратқандардың есендікте ұстаушы. 7. Әл-Мүмин, жүрекке иман беруші, азаптан құтқарушы, есендік беруші, өз елшілеріне мұғжизалар, таңғажайыптар беріп, растаушы, сенімді. 8. Әл-Мұхаймин, әр уақыт өз саясына баурап, үкімінің астына алушы, пенделерді және бүкіл болмысты қорғап, олардың жасағандарын қадағалап, қарымтасын кемшіліксіз беруші. Бұл есімде Құранда 2 жерде кездеседі. 9. Әл-Әзиз, ұлы, әлсіздік атаулыдан пәк, жеңілу мүмкін емес, жеңімпаз, аса құдіретті, дәрежесі ұлық, өзіне еш нәрсе тең келмейді. Құранда 90-ға жоқ жерде кездеседі. 10. Әл-Жаббар, өзінің үкімін барша әлемге жеткізуші, қалағанын күштеп жасатушы, аса құдіретті, үстем, зұлымдық жасағандарды жазалаушы. 11. Әл-Мутаккабир, барлық нәрседе ұлылығын көрсетуші, аса жоғары мәртебелі, ұлылық тек оған ғана тән. 12. Әл-Халиқ, барлық нәрсені жаратушы, жоқтан бар етуші. 13. Әл-Бари, кемшіліксіз, мінсіз жаратушы, барша жаратылысты әр түрлі ерекшеліктермен жаратушы. 14. Әл-Мусауир, әрбір қалған нәрсесіне өзіндік бейне, ерекше пішін беруші, шебер.
15 әл-ғаффар, күнәларды кешіруші, жарылқаушы, пенделердің айып нұсқандары мен күнә қателіктерін әшкере етпей жасырып тұрушы. 16 әл-қаһар, баршаны өзіне бағындырушы, қалаған нәрсесіне үстем болушы, әділ жазалаушы. 17 әл-уаххаб, түрлі нығметтерді қайтарымсыз беруші. 18 әр-раззақ, жаратылғандардың ризық неспесін беруші. 19 әл-фаттақ, жақсылық есіктерін ашушы, дұға еткен пенде жолымды оңғаратын, көңілімді көтеретін де, құпиямның жібін сөгетін де сен, өзіңе апаратын жолдарды аша көр деп тілеген дұрыс. 20 әл-әлим, барлық нәрсені өте жақсы толық білуші, назарынан еш нәрсе қағыс қалмайды. Алланың білмей қалатын сәті жоқ, жарияны да құпияны да біледі. 21 әл-қабит, ризықты ұстап тұрушы, рухтарды алып қалушы, жан алушы. 22 әл-басит, мол ризық беруші, өмірді ұзартушы, көкіректі кеңейтуші. 23 әл-хафит, тоқыртушы, тәкаппарларға шамасын білдіруші. 24 әр-рафиқ, мүміндерді көтеруші, жоғарылатушы, дәрежені көтеруші. 25 әл-муғиз, қадірлі етуші, күш қайрат беруші. 26 әл-музил, қалған пендесін қиындықпен сынаушы, қорқылушы. 27 әс-самих, бәрін естуші, дұғаларды қабыл етуші. 28 әл-басир, әрбір жасырын нәрсені толық көруші. 29 әл-хақам, әділ үкім беруші, жақсыны жаманнан айырушы. 30 әл-әділ, әрбір ісінде аса әділетті. 31 әл-латиф, құлдарына түрлі сый тарту етуші, сан алуан пайдаға кенелтуші. 32 әл-хабир, барлық әшкере жасырын нәрседен үнемі толық хабардар. 33 әл-халим, жұмсақ, биязы, үлкен күнәларға қарамастан тәубеге келуге мүмкіндік беруші. 34 әл-азим, заты мен сипаттарында өте ұлық, Құранда 6 жерде кездеседі. 35 әл-ғафур, күнәларды жасырушы, жазаламай кешіріп тұрушы, аса кешірімді, жарылқаушы. 36 әш-шакур, аз амалға көп сауап беруші. 37 әл-әли, жоғары мәртебелі, аса ұлы. 38 әл-кабир, аса ұлы мәртебелі, ұлық. 39 әл-хафиз, сақтаушы, қорғаушы. 40 әл-мұқит, әрбір жаратылысты қамтушы, үлкен кіші демей азығын беруші. 41 әл-хасиб, әрбір пенденің әрекетінен есеп алушы. 42 әл-жалил, ұлылық иесі, өзгеге мұқтаж емес. 43 әл-карим, берері мол, аса жомарт. 44 әр-рақиб, барлық жаратылысты бақылаушы. 45 әл-мужиб, пенделердің сұрақтарына жауап беруші, дұға тілектерді қабыл етуші. 46 әл-уасиғ, түрлі мүлкі рақымы мен құдіреті шексіз. 47 әл-хаким, хикмет иесі, оның әрбір ісі даналыққа толы. 48 әл-уәдуд, ізгі құлдарын жақсы көруші. 49 әл-мәжиид, беделі, есімі өте жоғары және әдемі. 50 әл-мәжиид, барлық есімімен жоғары, ұлық, пәк, аса даңқты, мәртебелі. 51 әл-басиғ, әл-бағис, өлілерді қайта тірілтуші, пайғамбар жіберуші. 52 әш-шахид, әрбір нәрсеге куә болушы. 53 әл-хақ, оның бар екендігіне шүбә жоқ, ол ақиқат иесі. 54 әл-уәкил, құлдарының істерін орындаушы, қорғаушы, жебеуші. 55 әл-қауи, шексіз құдірет иесі. 56 әл-матин, берік, өте мықты. 57 әл-уәли, мүміндерге дос және жақын жәрдемші. 58 әл-хамид, мақтау мен мадаққа лайық. 59 әл-мұхси, әрбір нәрсенің санын есебін білуші. 60 әл-мубди, тіршілікті жоқтан бар етуші, барлық нәрсенің ең әуелгісін жаратушы. 61 әл-мұғид, жаратылғандарды өлтіріп қайта тірілтуші. 62 әл-мұхи, тірілтіп өмір беруші, өлгендерді қайта тірілтуші. 63 әл-мумит, жан алушы. 64 әл-хай, мәңгі тірі. 65 әл-қайюм, барлық нәрсені ұстап тұрушы, мәңгілік басқарушы. Ұлы Алла тағала өздігінен бар болуы ешкімге тәуелді емес. 66 әл-уәжид, қалағанын кез келген уақытта бар етуші. 67 әл-уахид, затында, сипатында, есімдерінде жалғыз, серігі жоқ. 68 әс-самат, еш нәрсеге мұқтаж емес, мінсіз. 69 әл-қадир,
қалаған нәрсені істеуге құдіреті жетеді. 70 әл мұқтадир, барлық нәрсеге күші жетуші. 71 әл мұқаддим, қалаған нәрсесін қалаған уақытында жасай алушы. 72 әл муахир, қалаған нәрсесін кейінге шегіруші. 73 әл әуәл, бастауы болмаған, әу бастан бар болушы. 74 әл ахир, соңы жоқ, мәңгі. 75 әз захир, бар болушы, бар болуы ашық болған. 76 әл бәтин, заты мен болмысы жасырын болған. 77 әл вәли, әлемді жалғыз өзі басқарып иелік етуші. 78 әл мутағал, нұқсандықтардан пәк. 79 әл бәрр, құлдарына деген жақсылығы көп. 80 әт тәуәб, тәубелерді әрдайым қабыл етуші. 81 әл мунтақим, күнәһарды, залымды әділ жазалаушы. 82 әл афу, тым кешірімді, аса жарылқаушы. 83 әл рауф, рақымы кең, ұлы мерімге ие, жұмсақ. 84 мәликул мүлк, мүліктің, дүниенің шынайы егесі. 85 зүл жәләли уәл икрам, ұлылық пен жомарттықтың иесі. 86 әл мұқсит, әрбір істі ретімен, уақытымен жасаушы, өте әділ. 87 әл жамиғ, қалаған нәрсені қалған уақытта бір жерге жинаушы. 88 әл ғани, өте бай, еш нәрсеге мұқтаж емес. 89 әл мұғни, қалаған пендесін байлыққа кенелтуші, ешкімге және еш нәрсеге мұқтаж қылмаушы, барлық тұрғыдан бай етуші. 90 әл маниғ, қалаған нәрсеге кедергі бола алушы, бөгеуші, тосқауыл қоюшы. 91 әд дар, қалағанын зиянға душар етуші. 92 ән нафих, қалағанына көп пайда беруші. 93 ән нұр, күллі әлемді, көңілдерді нұрға бөлеуші. 94 әл хади, ақиқатқа бастаушы, тура жолға салушы, хидаят беруші. 95 әл бадиғ, аса шеберлікпен, даналықпен жоқтан бар етіп жаратушы. 96 әл бақи, мәңгілік иесі, соңы болмайтын бақи. Әл вәрис, мүліктің шынай иесі, барлық жаратылыс жолғаннан кейін жалғыз қалатын бүкіл мүліктің иесі, шынай иесі. 98 әр рашид, тура жолды көрсетуші, жетелеуші. 99 әс сабур, асқан сабыр иесі, кінәлілерді дереу жазаламай тәубе ету үшін мүмкіншілік беруші. Уақытты үнемдеуге қатысты лайфхактар. Әлеуметтік желілер мен түрлі мессенджерлерден келетін хабарламарды өшіріп қойған тиімді. Егер бейтаныс адамдар телефон соғып, уақытыңызды босқа алуды жиіленсе, танымайтын нөмерлерге мүлде жауап бермеңіз. Өйткені сізге телефон шалған адам қатты қажет болсаңыз, ол міндетті түрде поштаңызға немесе мессенджерлеріңізге хат арқылы мән-жайын айтып, сөйлесуге сізден рұқсат сұрайды. Әрі қарай өзіңіз шешесіз. Instagram және Facebook секілді әлеуметтік желілерді таңдап, талғамастан әркімге жазыла бермеңіз. Посттарды қызық, сіздің салаңызға немесе тұлғалық дамуыңызға пайдалы болатын адамдарға ғана жазылыңыз. Бұлай жасау арқылы уақытыңызды босқа алатын сурет посттардың лентаңызда көбейіп кетпеуіне бөгет боласыз. Теледидарды мүлдем көрмеңіз. Қаншама адамның ғұмыры осы көк жәшіктің алдында босқа өтіп жатқанын ұмытпаңыз. Көлік кептелісі көп болатын сағаттарда мүмкіндігінше қалада жол жүрмеуді қадағалаңыз. Күндік графигіңіз көлік кептелісіне сәйкес келмейтіндей етіп реттеңіз. Мысалы, жұмысқа ертерек барып, кешірек қайтыңыз. Уақыты еркін және жеке кәсіпкер болсаңыз, көлік кептелісі біткеннен кейін асықпай баруыңызға және жұмыстан ертене кешірек шығуыңызға да болады. Көлікте аудио тыңдап, пайдалы ақпараттарды тыңдауға әдетке айналдырыңыз. Кездесуге немесе қонаққа барарда қанша уақыт болатыныңызды алдын ала ескертіп қойған тиімді. Мысалы, сізбен кездесуге 40 минут қана уақытым бар, сондықтан сағат 4:00-де кездесуімізді аяқтауға мәжбүр боламын деп алдын ала ескертсеңіз, кездесетін кісі кездесуге дәл уақытында кешікпей келеді. Әрі жоспарлы уақыттан асырмас үшін бірден нақты мәселеге көшетін болады. Тойға, қуанышқа, айтарлық жаңа пәтерге құтты болсын айтуға барғанда көп жағдайда сыйлық ретінде ақша береміз. Бірақ әр барғанда конверт іздеп әуре сарсаңға түсіп жатамыз. Сол үшін алдын ала көп конверт сатып алған тиімді. Сондай-ақ орамал, белбеу, сәбилердің киімі секілді стандарт сыйлықтарды да алдын ала көптеп алып қойсаңыз, қажет кезде сыйлық іздеп әуре болып жатпайсыз. Әлемге жайылған пандемия COVID-19 вирусы салдарынан көптеген мемлекет күшейтілген карантин мен жеңілдетілген локдаун тәсіліне
жүгінді. Нәтижесінде көптеген бизнестің моделі өзгеріп, онлайн сауда-саттық қарқыны жедел өсіп, күн санап күшейе түсті. Сапасы да айтарлықтай артты. Адамдар жаппай онлайн өмірге үйренуге мәжбүр болды. Пандемиядан кейін де онлайн бизнестің қарқыны үдемесе кемемейтіндігі айтпаса да түсінікті. Онлайн сауда-саттық уақытымызды үнемдеуге айтарлықтай пайдалы болды. Мысалы, үйге қажетті азық-түлік, дәрі-дәрмек, басқа да керек жарақтарды онлайн тапсырыс беру арқылы супермаркет пен дәріханаларға кететін уақытыңызды үнемдей аласыз. Дағдылар арқылы жетістікке жету. Біз өз әрекет дағдымызды құлымыз. Ендеше күнделікті дағдыларымызды өзгерту арқылы өмірімізді өзгерте аламыз. Роберт Кийосаки. Кез келген жетістіктің артында жақсы дағдылар мен ұстанымдар тұр. Дағды дегеніміз күнделікті өмірде жиі қайталанып, автоматты түрде іске асырылатын әдеттер жиынтығы. Дьюка университетінің зерттеуі бойынша күнделікті іс-әрекетіміздің 45% біздің бейсаналы түрде тұрақты әрі қайталап жасайтын дағдыларымыздан тұрады екен. Адам баласы өмірлік ұстанымдары мен дағдыларын реттеген кезде жетістіктің өздігінен келеді. Джим Рон бұл жайлы былай дейді: жетістік бұл күнделікті үзбей жасалынатын жай ғана қарапайым қағидалардан басқа ештеңе емес. Ал кері кету де дәл солай күнделікті қайталанатын қателіктердің нәтижесі. Расымен де кез келген жетістікке жеткен тұлғалардың өмірін зерттеген кезде олардың бойында өмірлік жақсы дағдылар қалыптасқанын, айнымас берік ұстанымдары болғанын байқаймыз. Өйткені бір жақсы ұстаным екінші бір жақсы іске жетелейді. Бір жақсы дағды бір пайдалы әрекетке итермелейді. Өмірдің бір жағын түзеткен кезде басқа жақтары өздігінен өзгере бастайды. Бұл заңдылық. Жаман дағдылар да адам өміріне осылай кері әсер етеді. Олай болса, өмірдің ұстанымдарына баса назар аударып, жақсы дағдыларды қалыптастыруға талпыныңыз. Қарапайым дағдының өзі тұрақты түрде жасалса, үлкен жетістікке жетелейді. Мысалы, таңғы уақытта және жатар алдында 10 беттен кітап оқуды әдетке айналдырған кісі жылына 7300 бет кітап оқып тастайды. Бұл дегеніміз 30 кітап. Ал дәл осы дағдыны 10 жыл бойы үзбей жасайтын болсаңыз, 300 пайдалы кітапты оқып тастайды алады екенсіз. Тек таңертең немесе жатар алдында 5 беттен ғана оқығанның өзінде жоғарыдағы санның жартысындай кітапты бітіресіз. Ал мұншалықты кітапты пайдалы білім арқылы көкжиегіңіз кеңіп, өмірде кездесетін мәселелерді тиімді шешуге үйренесіз. Жаңа тәсілдерді меңгересіз. Қалыптасқан өміріңізді бірден радикалды түрде өзгертемін дегеннен гөрі күнделікті өміріңізге қарапайым әдеттер мен дағдыларды енгізу көп жағдайда жемісті болады. Дағдылар қанша уақытта қалыптасады? Мен ұрыстың 10 000 тәсілін үйренген адамнан қорықпаймын. Есесіне бір тәсілді 10 000 рет қайталап дағдыланған адамнан қорқамын. Брюс Ли. Кез келген істі күнделікті жиі қайталап жасағанда миыңызда сол іске қатысты нейрондық жаңа байланыстар пайда болады. Соның нәтижесінде дағдылар қалыптасады. Бұл белгілі бір уақытты қажет етеді. Нейронарлық жаңа байланыстар бастапқыда өте әлсіз болады. Қайталап жасау арқылы қуаттана түседі. Ұзақ жылдар жаман әдеттерді жасау арқылы пайда болған нейрондық байланыстар тым қуатты болғандықтан адамға бұрынғы дағдыларын жасау оңайға соғады. Робин Шарма Кембридж университетінің арнайы зерттеуіне сүйене отырып, адамда қандай да бір дағдының қалыптасуы автоматты түрде жасалынатындай әрекетке айналу үшін 66 тәулік қажет екенді айтады. Діни негізге сүйенсек, дағдының қалыптасуы үшін кем дегенде 40 күн қажет. 40 күн мерзімнің маңыздылығы әдет-ғұрпымызда да жиі кездеседі. Мысалы, жаңа туған сәби осы өмірге бейімделу үшін 40 күн қажет. Сондықтан оған туғанына 40 күн толғанда 40-нан шығару рәсімі жасалынады. Босанған әйелдің де нифас мерзімі шамамен 40 күн. Ішкен астың ағзаға әсері 40 күн сақталады. Алла елшісінің таң намазын басқа бір риуаятта 5 уақыт намазды 40 күн үзбей жамағатпен оқуды артықшылығы жайлы айтқан арнайы хадистері бар. Мысалы, мына бір хадисінде кімде-кім 40 түн намазының алғашқы рәкатында үлгеріп құптанды жамағатпен оқитын болса, Алла тағала оған оттан азат болуды жазады делінсе, басқа бір хадисінде кімде-кім 40 күн Алла разылығы үшін ықыласпен амал ететін болса, жүрегінен тіліне хикмет бұлағы тасиды делінеді. Сондай-ақ Ағраф сүресінің 142 аятында ғибадат, ораза ұстаумен өткізген 30 түннен кейін Тәуратты тапсыру үшін мұсылман уәделескен едік. Сосын оған тағы да 10 күнді қостық. Осылайша Раббысының оған ғибадат жасау үшін бөлген уақыты 40 түнмен тәмамдалды делінген. Жоғарыдағы аятта Мұса пайғамбардың Раббысымен сөйлесуі Тәуретті қабыл алуы үшін 40 күн бойы ораза ұстап құлшылық жасауға бұйырылған баяндалып тұр.
Байқағанымыздай аятта түнгі ғибадаттың маңыздылығын білдіру үшін 40 күн емес 40 түн делінген. Құран, хадистерді осындай негіздерге сүйенген жүрек іліміне де 40 күн бойы арнайы оқшаулану арқылы нәпсіні тәрбиелеу тәсілі бар. 40 күн бойы ішкен жеген асына мән беріп бұлайғы уақытта қиынға соғатын түнгі намаз секілді құлшылықтарды үзбей тұрақты жасап, ораза, дұға, зікірге көп көңіл аудару жолмен жақсы дағдыларды қалыптастыруға бағытталған арнайы тәсіл бар. Осындай негіздерге сүйене отырып, кез келген дағдыны қалыптастыру үшін кем дегенде 40 күннің қажеттігін айтуға болады. Мысалы, 40 күн бойы бір уақытта жатып, бір уақытта тұрған адамның ағзасы миы әбден бейімделгендіктен дағдыланған уақытта сағатсыз-ақ автоматты түрде қиналмай тұратын болады. Аса маңызды дағдыларға мән беріңіз. Дағдылар әртүрлі. Кейбір дағдылар өмірімізге оң өзгеріс жасауға ықпалы мол. Мысалы, ерте жату бойдағы жоғалған қуатты толықтай қалпына келтіріп, қиналмай ерте тұруға, сергек оянуға көмектеседі. Ал әбден тынығып, сергек күйде оянып, ерте оянған адам сол күнін пайдалы өткізеді. Сондай-ақ спортпен айналысу және салауатты тамақтану дағдысы ерте ұйықтауға да көмектеседі. Өзіңе деген сенімділікті оятады, тәртіпке тәрбиелейді. Дені сау адам алдына қойған мақсатына жету жолында энергия тапшылығы сезінбейді. Күнделікті оқу, үйрену дағдысына ойлану қабілетіңді арттырып, дұрыс шешімдер қабылдауға, проблемаларды оңай шешуге көмектеседі, рухани әлеміңді байытады. Кейбір адамдар әдеттер кері кетуге дәл солай ықпал етеді. Ықпалының ауқымдылығы соншалық теріс әрекеттер нәтижесі бере бастайды. Мысалы, жарық күнге дейін ұйықтамай, теледидардың алдында немесе смартфонды шұқылап отыру ертеңгі күні кеш тұруға мәжбүрлейді. Өзіңді қинап ерте тұрған жағдайдың өзінде ұйқың қанып бойыңдағы қуатын толық қалпына келтірмегендіктен күні бойы ұйқылы ояу маужырап жүресің. Өзіңді шаршау, нашар сезінесің. Бүкіл күнің берекесіз өтеді. Соның салдарынан қолыңа алған істі тиянақты жасап, аяқтауға кедергі келтіреді. Адамдармен қарым-қатынасыңа теріс әсер етуі де мүмкін. Қате шешімдер қабылдауға себеп болуы ықтимал. Адам ресурсы мен қуаты шектеулі болғандықтан өміріңізге оң өзгеріс жасауға көбірек ықпал ететін, сізді мақсатқа жетуіңізге көмектесетін маңызды бірнеше дағдыға аса көңіл аударып басымдық танытыңыз. Жақсы дағдыны күнделікті ісіңізге байлаңыз. Дағды қалыптастырудың тиімді тетіктері бар. Ол үшін оған арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Қажетті дағдыны өзіңіз тұрақты істеп жүрген міндетті ісіңіздің алдына немесе артына байлап тастаңыз. Мысалы, мен дәретханаға кіріп шыққаннан кейін 10 рет отырып тұрамын. Аяқтарымды бүгіп, тіземді ішіме тигізетіндей етіп, кезек-кезек 15 дүркін көтеріп түсіремін. Сосын бір стақан су ішемін. Таңертең және ұйықтар алдында 10 бет кітап оқимын. Сіз де өміріңізге қалыптасқан міндетті түрде жасауға тиіс істеріңіздің алдында немесе артына пайдалы дағдыларды осылай байлап қойыңыз. Мысалы, көлікке отырғанда 2 минут терең тыныс алуды әдетке айналдырыңыз. Ұйықтау үшін басыңызды жастыққа қойған кезде Алланың нәсіп еткен нығметтері, күні бойы кездескен жақсы істер үшін шүкір етіп алғыс айтуды, ренжіткен адамдарды кешіруді әдетке айналдырыңыз. Осылай үзіксіз жасау арқылы дағдыларыңыз ойланып, жоспарланып жатпастан автоматты түрде жасалынатын жағдайға жетеді. Нудже тәсілі. Ричард Таллер атты Чикаго университетінің профессоры нудге итерілу теориясын ойлап табады. Ол осы жаңалығы үшін 2017 жылы экономика саласы бойынша Нобель сыйлығына лайық деп танылды. Нудже деп аталатын адамдардың іс-әрекетін ешқандай мәжбүрлемей өзгерту тәсілін айтады. Яғни болмашы мәлімет арқылы адамдардың қажетті шешімін қабылдауына түрткі болу. Кез келген дағды контекстке тәуелді. Айналамызда қоршаған физикалық заттар біздің іс-әрекетімізге бейсаналы түрде әсер етеріне анық. Біз күнделікті жасап жүрген іс-әрекетіміз көпшілігін саналы түрде қабылдаған шешімдер нәтижесінде жасамайды екенбіз. Осыны білген маркетологтар супермаркет сөрелеріне бірден көзге түсетін қатарға қымбат өнімдерді, ал кассаның алдына сағыз, шоколад секілді ұсақ-түйек заттарды орналастыруға кеңес береді. Өйткені адамның көбі бейсаналы түрде көзге көрінген нәрсені сатып алуға бейім. Ғалымдар мынандай зерттеу жүргізіп көрген. Бостондағы емхананың газдалған сусын қойылатын тоңазытқышына табиғи су бөтелкелерін орналастырады. Қарапайым ғана осы өзгеріс үшін 3 айдың ішінде газдалған сусындардың сатылуын 11%-ға төмендетіп, ал судың сатылуын 25%-ға көтеріп тастаған. Зерттеу жүргізгендер азық-түлікке қатысты да осындай өзгерістер жасау арқылы ұқсас нәтижелерге қол жеткізген.
Кафеторияға келген кісілерге не істеу керек екендігі арнайы айтылмаса да, қарапайым сыртқы өзгерістер арқылы тұтынушылардың дұрыс шешім қабылдауына ықпал еткен. Осы тәсілді біз күнделікті өмірімізге тиімді қолдана аламыз. Мысалы, күнделікті су ішкен әдет қалыптастыру үшін холл, ас үй секілді ортақ орындардың көрінетін жеріне су қойылған ыдыс пен стакан әкеп қойыңыз. Көбірек көкөніс пен жемісті жеуді қаласаңыз, онда оларды жуып, ас үйдің көзге көрінетін жеріне орналастырыңыз. Аз тамақ ішу үшін шағын табақ пен кішкентай қасық қолданыңыз. Жиі кітап оқу үшін тынығып демалатын бөлмелерге кітаптарыңызды қойыңыз. Мысалы, холлда бір кітап, жатын бөлмеде басқа бір кітап тұрсын. Музыкалық аспаптарды көбірек ойнағыңыз келсе, оларды да өзіңіз көбірек уақыт өткізетін холл, кабинет секілді бөлмелерге көзге көрінетін түсетін ыңғайлы жерлеріне орналастырыңыз. Жоқ деп айту дағдысы. Өмірдегі маңызды істерді анықтай алсақ, қалғандарына жоқ деп айту оңай болмақ. Стивен Кови. Құрған күндік жоспарымызды бұзып, ниеттенген ісімізді болдырмай, мақсатымызға жетуге бөгет қылатын кедергілердің басына айналамыздағы адамдардың беймезгіл жасайтын әртүрлі ұсыныстары тұрады екен. Мен өз тәжірибеме сүйенсем, маған көп кедергі келтіретін жағдай адамдардың графигімде, жоспарымда жоқ кездесуге шақыруы. Мысалы, көптен көрмеген танысым яки досым Қайреке ақылдасатын бір мәселе бар еді, сағат 16:00-де кездессек дейді. Мен көңілім қимай шақыруды қабыл алып айтқан мекен-жайға барамын. Барып келер жолыма әңгімелесіп ақылдасымызға кем дегенде 2-3 сағат уақытым кетеді. Таңертең үйден шығар кезде жоспарлап шыққан жоспарым жайына қалады. Келесі күні бір журналист хабарласып, қоғамда орын алған қандай да бір оқиғаға қатысты пікірімді сұрайды, немесе сұхбат алғысы келетіндігін айтады. Қиылып сұрап тұрған соң оған жоқ деп айта алмай келісім беремін. Сөйтіп ниеттенген бір ісім бітпей қалады. Басқа күні бір туысқаным хабарласып, баласының үйленгелі жатқанын айтып, соған құдалыққа баруға көндіреді. Қазақтың құдалығы қалай өтетіні белгілі. Жақын жер болғанның өзінде кем дегенде бір күнің кетеді. Бойдағы қуатыңды қалыпқа келтіріп шаруаңды басамын дегенше тағы бір күн жоғалтасың. Осылай жоспарда жоқ ұсыныстар мен шаруалар толассыз келіп түсе береді. Ал сен біреуінің көңілін қимайсың, енді біреуінің әдемі сөзіне алданасың. Тағы бірде адамдардың сен жайлы теріс пікірінен қорқасың. Қайсы біреулері өзіңмен жақсы қарым-қатынаста болғанын қалайсың. Тіпті кейде шақырылған істің қаншалықты уақыт алатындығын есептей алмай қаласың. Нәтижесінде жұмыстарың жайына қалады, мақсатыңнан алыстай бересің, немесе айтарлықтай кешігесің. Біздің айналамыздағы адамдардың шақыртуларына келісім беріп айтқан әрбір ұсынысына иә деуіміз өзіміздің алға қойған мақсатымыз үшін жоқ деу екендігін әрдайым есте ұстанған дұрыс. Сондықтан сыпайы түрде жоқ деп бас тартуды үйренуіміз керек. Мысалы, маған өткенде бір журналист сонау Ақтаудан келгендігін, менен сұхбат алғысы келетіндігін айтып хабарласты. Мен графигім басқа істермен толы екендігін келесі жолы алдын ала хабарласқан жағдайда келесуге болатынын айтып бас тарттым. Ал бұрындары шақырған жердің бірін қалдырмай бәріне бара беретінмін. Жоқ деуді дағдыға айналдыру барлығынан түгелдей бас тарту дегенді білдірмейді. Біз бір аптаның өзінде талай ұсыныстарға жоқ десек те бір қатарына иә деуге тура келеді. Өйткені өмір қарым-қатынастан, қоғам алдындағы жауапкершілік пен міндеттемелерден, адам ретінде көмек қолын созудан тұрады. Сондықтан алдын ала жоспарларыңызға кіргізудің ыңғайлы келіп тұрса және маңызды істеріңізге кедергі келтірмесе, әрі ұсынысты қабылдаудың өзіндік пайдасы бар болса, онда шақыртуға келісім беріп иә деудің жөні бөлек. Адамдарға көмектескен, қуаныш сыйлаған жақсы, бірақ кез келген шақыртуға иә деу сіздің мақсатыңыздан алыстатып жетістікке жетуіңізге бөгет болатындығын ұмытпаған жөн. Сондықтан иә демес бұрын әрқашан жақсылап ойланып алыңыз. Кез келген аралық бос уақытты пайдалану дағдысы. Бос уақыт пайда бола қалса, тиімді пайдалануды әдетке айналдырыңыз. Қалалық жерде күніне кем дегенде 40 минутымыз тек жолға кететіні белгілі. Бұл дегеніміз жылына 14.600 минут, яғни 243 сағатымыз жолда өтеді деген сөз. Көлікте тұлғалық дамуымызға үлес қосатын, білім көкжиегімізді кеңейтетін пайдалы ақпарат тағырды бағдарламаларды тыңдауға, тіпті шет тілін үйреніп алуға да болады. Мысырда оқып жүргенде күніне арабша 30-40 сөз жаттайтынмын, бірақ оларды жаттауға арнайы уақыт бөлмеймін. Университеттен қашық жерде тұрамыз. Оның үстіне Қайыр қаласында көлік кептелісі өте көп. Үйден шығарда арнайы кішкентай қағаздардың бір жағына арабшасын, екінші бетіне қазақшасын жазып аламын. Автобуспен оқуға барып келерде әлгі сөздердің бәрін жаттап алуға тырысамын. Нәтижесінде 1,5 жылдан кейін араб тіліндегі діни әдебиеттерді сөздіксіз оқитындай деңгейге жеттім.
Дүкенде, емханада ұзын-сонар кезекте тұрғанда, не болмаса бір адамды яки көлікті күтіп алған жағдайда гаджетіңіздегі электронды кітап оқуды әдетке айналдырыңыз. Осындай жағдайларда оқу үшін өзіңізбен бірге шағын кітап алып жүруге болады. Европа, Жапония секілді дамыған елдерде бұл әдет қоғамдық деңгейде кеңінен қолданылатындығын байқауға болады. Өзіңнен есеп алу дағдысы. Егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күніне бір мәрте болмаса, жұмасына бір, ең болмаса айында бір өзіңнен өзің есеп ал. Абай. Жатар алдында күннің қаншалықты өнімді болатындығын білу мақсатында күндік жоспарындағы істердің атқарылып атқарылмағандығына қарай өзіңнен есеп алуды дағдыға айналдырған пайдалы. Кез келген жетістік күнделікті атқарылатын істердің жиынтығы. Күн сайын өзіңді есепке тарту арқылы атқарылған істеріңді көріп, жігерлене түсесің. Жасалған істі есіңе түсіріп, көңілің көтеріліп, өзіңе деген сенімділігің пайда болады. Әр жасаған жұмыс үшін жаратқанға шүкір етесің. Ал жоспардағы атқарылмай қалған істердің себебіне үңіліп, келесі жолы оны жасаудың тиімді тетіктері мен жолдарын қарастырасың. Бөгеттері болса, оны жойдың амалын іздейсің. Есеп алып болған соң, келесі күннің жоспарын жасап, пысықтап алуды да әдетке айналдырған тиімді. Алдыңа қойған мақсатқа апара жолдың қай жеріне келе жатқанды білу үшін аптасына, айына бір рет өз-өзіңе есеп алуды да ұмытпа. Әзіреті Омар Алланың таразысына тартылмас үшін бұрын өздерінен есеп алыңдар деген. Ізгі жандар өзінен бүгін Алла разылығы үшін қандай іс қылдың деп есеп алатын болған. Құранда әр адам ақыретіне не әзірлегеніне назар аударсын делінген.